Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді картопты чебурек едің рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні асықпай түсіндіретін боламын, сондықтан да өткізбей рецептінің соңына дейін қараңыздар. Рецепті ұнап жатса міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суға, міндетті түрде ыстық су болу керек. Сұйық майымызды және де тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз да, осы ыстық суымызды алдын ала елеуіштен өткен дайындап алған ұнымыздың үстіне қосып алдымен қасықпен араластырамыз. Су өте ыстық болғандықтан алдымен қасықпен араластырып алып, содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды 2-3 минут шамасында жақсылап илеп алып, дайын болған қамырымызды целлофанға салып 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Суға қайнатып пісіріп алған картоплымыздың үстіне кішкене сүт, сары май, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып жақсылап езіп алатын боламыз. Мен миксермен езіп аламын. Сол кезде өте үлпілдек керемет болып шығады. Егер миксер жоқ болса, шанышқымен, картоп езгішпен езсеңіздер де болады. Жақсылап езіп алғаннан соң ұсақтап туралған көк пиязымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Біздің чебурек идің арасына салатын салмамыз осымен дайын болады. Қамырымыз біраз уақыт тұрғаннан соң қайтадан 2-3 минут жақсылап қандырып илеп, тағы да бір 5 минутқа целлофанға салып қоямыз. Сол кезде қанып, керемет болып тұрады біздің қамырымыз. Арада 5 минут өткеннен соң қамырымызды алып, теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз да, әрбір бөлінген қамырымызды осылай ұзынша етіп созып алып, бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Енді үлкен жасауыңыз мүмкін, кіші жасауыңыз мүмкін. Қалауыңызша көлемін өзгерте берсеңіздер болады. Әрбір бөлінген қамырды осылай дөңгелек күлшелердің формасына келтіріп дайындап аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жоғалап жайып аламыз. Қамырды жаю барысында ешқандай да ұн пайдаланған жоқпын, көріп тұрғандарыңыздай. Өйткені қамыр қатты, қолға да, оқтауға да жабысатындай қамыр емес, өзі осылай жайылады. Жоғалап жайып аламыз. Қамырды жайып алғаннан соң бір жақ бетіне салмасын салып, екінші жақ бетімен осы салманың үстіне жауып, қамырдың шетін жақсылап қолымызбен басып жабыстырып шығамыз. Және әдемілік үшін осылай ирек пышақпен кесіп шықтым. Немесе сіздерден жоқ болса, шанышқымен жай ғана әсемдеп алсаңыздар болады. Мінекей біздің чебуректеріміз дайын. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені каналымда бір жасағаннан шығатын өте керемет, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып қойсаңыздар екен. Барлық чебуректерімізді түйіп дайындап алғаннан соң, ыдысымызға май құйып, майымыз қызғаннан соң чебуректерімізді майға салып, екі жағынан қызартып қуырып алатын боламыз. Және қуыру барысында осылай чебуректің үстіне майды құйып отырып пісірсеңіздер, чебуректеріңіз томпиып, әдемі болып, ісініп, керемет болып пісетін болады. Осылай жасап көрсеңіздер де болады. Чебуректің бір бетін қуырып алғаннан соң, екінші бетіне аударып, екі бетінде қызартып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Оттың асты міндетті түрде орташа болсын. Қатты отқа қойсаңыздар, чебуректеріңіз бірден пісіп кетіп, арасы дұрыс піспей қалмасын. Сондықтан да оттың асты орташа отта тұрғаны дұрыс.
Чебуректерімізді пісіріп алғаннан соң міндетті түрде қағаз майлыққа қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені қағаз майлық чебуректердің артық майларын сіңіріп, чебуректеріңіз қатты майлы болмай өте керемет болып тұрады. Осымен біздің өте керемет, дәмді, оп-оңай жасалатын чебуректеріміз дайын. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Рецептімнің соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Келесіде шығатын керемет рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде сіз әрбір рецептіні бірінші болып қарайтын боласыздар. Қош болыңыздар.